Ардақты ана, қамқор әже, асыл жар, Мақаш қызы Қарлығаштың бұл дүниеден озғанына 1 жыл толып отыр. Бүгін оны еске алып дұға бағыштаймыз. Оқылған Құран қабыл болсын. Анамыздың жаны жәннатта болсын дей келіп, жүрекке толған сағынышымызды, перзенттік ыстық лебізімізді осы еске алу арқылы білдіргіміз келеді. 1 жыл өтті өзіңді ана көрмегелі, мейірімді жанарыңа шөлдегелі, сағынышты басамыз қарап қойып, суретіңе ілулі бөлмедегі, даланың төзіп боран жауынына, бейнеттің көріп жеңіл ауырында, жемісін аз ғана уақыт таттың дағы, кете бардың оралмас ауылыңа. Уақыт жүйрік тартқызбаған тізгінін, асыл ана неге ерте мызғыдың, жүректесің мәңгілікке өшпейсің, еске аламыз сағынышпен біз бүгін. Мақаш қызы Қарлығаш 1948 жылдың 1 сәуірінде Қарқаралы ауданының Темірші ауылы Қарағаш елді мекенінде дүниеге келеді. Әкесі Мақаш темірден түйін түйген ұста, сөзге шешен болған кісі екен. Туған анасы ерте қайтыс болып, екінші анасы Нұрсәлима мен апа бауырлары ортасында балалық шағы өтеді. Оқуға зерек, ширақ болған ашаң өңді, орта бойлы жас қызды өмір ерте есейтеді. Бала кезінен әкесіне жақын болып, оның ұсталық ісіне де көмектесіп, сырттың шаруасына бейім болады. Орта мектепте оқи жүріп, мектептегі қоғамдық жұмыстарға да белсене араласады. Ән айтуды жақсы көріп, сахналық көріністерде ойнауды ерекше ұнатады. Жасы 17-ге келгенде ауылға жұмыс бабымен келіп жүретін атамызбен танысып, сөйлесіп, екеуі өмірлік серік болуға келіседі. Сөйтіп 1965 жылы Керей жұртына бостан өлетініне келін боп түседі. Сол кезде үлкен әжеміз Рәш жалғыз ұлының бір басының екеуі болғанына қатты қуанған екен. Атамыз бостан ертеректеу дүние салып, балаларының қызығын көруге жазбапты. Рәш әжеміз немерелерінің алдын көріп, ауыр науқастан небәрі 50-ден асқан шағында дүниеден өтеді. Атамыз бостан ұлы айтпай, екеуі үлгілі отбасы бола білді. Екеуі Алла берген 8 перзентін дүниеге әкеліп, тәрбиелеп өсірді. Әжеміз балаларын өмірге әкеле жүріп, ауылдағы қой қырқу, мал төлдету сияқты жұмыстарды жауапкершілікпен атқарды. Сол уақыттарда атамыз қарапайым жүргізушіден ауыл басқармасы қызметіне дейін көтеріліп, елге адал қызмет етеді. Таң бозынан түн жарымына дейін жұмыста, аралары 1-2 жас балалардың қамы, үйдің шаруасы сол кезде әжеміздің мойнында еді. Балалары есейгенше соның бәріне үлгеріп, жарын қабақ шытпай қарсы алатын тек әжеміздің ғана емес, сол кездегі барлық аналардың жанына тән қасиет еді. Қым-қуыт шаруа арасында жүріп, қонақ күтіп, өздері думандата, әндете жүретіндерін талай мәрте айтушы еді әңгімесінде әжеміз. Оның ашық көңілімен адамға деген ойын тура айтатын мінезі де ерекше еді. Келіндеріне жас кезіндегі өзінің өмір жолындағы әңгімелерін айтып, дұрыс жол көрсете білді. Ағайын туысқа жан-жарын қадірлі ете білді. Олармен сыйластықта бола білді. Балаларын сырттай қатал ұстағанымен, елжіреген аналық жүрегімен ерекше жақсы көрді. Балаларым, немерелерім, жиендерім деп, солар жетілсін деп жүріп, өзінің денсаулығына да дұрыс ден қоймады. Қыздарының да, ұлдарының да татулығын, бірлігін қалаған әжеміз қашанда бәрінің қамын ойлады.
Енді міне, тым ерте ортамыздан кетіп, орныңыз ойсырап қалды. Терезеге сағынышпен қарап атамыз қалды. Қамқор болып қарайтын балалары бар, бірақ бірге жасасқан жан-жарына, сырласына кім жетер? Әжеміз көпшіл, әңгімешіл жан еді. Жора жолдасқа адал көңілмен қарап, той думаннан, қызықтан шама келгенше қалмайтын. Сондай той жиындарда ескі әндерді, Шәмшінің әндерін жатқа айтқанда құлақтың құрышын қандырады. Ал достарым, достарым жүрсін қайта, бірге ескі арысы осындайда, келші қайық бәріміз. Ескі арысы осындайда, келші қайық бәріміз. Жүрсек дағы қиыр шетте, досты ұмытқым келмейді. Достық жалын бар жүректе, суымайды, сөнбейді. Достар, жүрсің қайда, біргеде ғой жанымыз. Ескі алысып осындайда, кешір қайық бәріміз. Ескі алысып осындайда, кешір қайық бәріміз. Ал енді бұл кісі сөйлегенде мен сөйлемеуші едім. Енді оған сөйлеу керек көптір. Осы жаңағы ақсақал айтқандай, туған туысқанымыз, құда-құдағиларымыз, дос-жарандарымыз, көрші-қолаңымыз, барлығымыз аман болыңыздар. Келіп біздің қызығымызға, ортақтасқандарымызға, барлығымызға да ырзамыз. Жаңадан келіп жатқан құдаларым, құдағиларым, сендерге Құдай осындай күнді берсін. Сендердің үлкейіңдер, біз құсап қартайыңдар, ауырмаңдар, сырқамаңдар. Аманшылық болсын. Күлді немерелерім аман болсын, ауырмасын, сырқамасын, жастан жас қосыла берсін. Құдай оларға да ыңғай жақсылық берсін. Махаббаты бізге деген солмайтын, әр қашанда демеу болып қолдайтын, сағынамыз бүгін сізді бәріміз, ойсырап тұр, орның енді толмайтын. Ардақты ана балаларын аяқтандырып, немере жиен шөберелерінің қызығын аз болса да көрді, қызықтады. Тек ғұмыры жасындай жарқ етіп, ерте өшкен Мадияр ағамыздың қазасы ауыр тиді. Ақыры баласындай бауырына салған тұңғыш немересінің жанында мәңгі ұйқыға кетті. Мадияр ағамызды да бүгін сағына еске алып, рухына дұға бағыштаймыз. Бір жыл толды ана жүрек тоқтағалы, қайырылып туған үйге соқпағалы, өзіңді талай әлі сағынармыз, өкінерміз, жоқтармыз, табынармыз. Балаларың отыңды жалғасақ та, Алланың әміріне бағынармыз. Жан ана, ол қызыңның тірек едің, тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
дертіңе қанша дауа іздесең де, тіл қатпай ажалға еріп жүре бердің. Қашанда өз ортаңның мақтан едің, жүреді жүрегіңде сақтап едің. Тілейміз біз Алладан имандылық, мәңгілік, жайлы болсын жатқан жерің.